Біздің әлем күн санап өзгеруде. Бұрын өмір сүрген адамдарға қолдағы кішкене ғана зат арқылы әлемнің кез келген жеріндегі адаммен 1 секундта байланыс орнатуға болады десек, олар бұны ғажайып деп санар еді. Ал соңғы 1000 жылдағы ғылымның дамуы бұрын адамзатқа ертегі болған ғажайыптарды көз алдымызға алып келіп, сиқыр мен шындықтың арасын жақындатуда. Осындай әлемдік прогресс аясында Қазақстанның дамуы өте төмен қарқынмен өтіп жатқанын байқауға болады. Біз үй тауарларын базарлардан алып жүргенде, Америкалық Amazon компаниясы тауарларды дрондармен тасуда. Бізде әліге дейін балшықпен үй салып жүргенде, әлемде 3D принтерлермен үлкен үйлер тұрғызылуда. Біз мемлекет болып Байқоңырды игере алмай жүргенде, Elon Musk жеке меншік SpaceX компаниясы арқылы ғарышқа зымырандар ұшыруда. Осының барлығын көре тұра, біз өз командамызбен халыққа жаңа технологияны қарапайым тілде жеткізуді мақсат қойдық. Ал бұл жобаның аты Innova деп аталады. Мен өзім ойым бойынша үш негізгі факторды келтіріп өтейін. Мысалға, бізде көбінесе осы жаңа ақпарат технологияны, мысалға, мектептерді, мысалы, университеттерді, колледждерді айтатын болсақ, көбінесе жаңа технологияны негізі айтқанда үйретпейді. Олар өзінің жаңа қалып кеткен система бойынша кетеді. Екінші негізгі фактор болатын болсақ, бізде инновациялық жобалар аз, стартаптар жобаға көп қаржы бөлінбеген. Сол бойынша негізгі факторды айтып өтейін. Және де бізде жастарда көбінесе амбициясы аз, білімге деген қызығушылығы өте аз. Бізде көбінесе өзім ойлаймын, негізі осы Қазақстанда көбінесе IT технология егер қарқынды дамитын болса, қазір тем более 21-ші ғасыр негізі. Сол кезде бізде прогресс болашағымыз яғни мәңгі мықты болады деп айтсам болады технологиясы. Болады, қазір білесіз, ақпарат технология заманы болғандықтан, мен яғни осы IT саласында 7 жылда жемісті жұмыс істеп келе жатырмын. Соның ең бірінші алғашқы миллионымда 20 жасында осы сайт заказ арқылы тапқан болатын. Біз осы мен өзім 100-ге жуық компанияларды жүзеге асырдым, жобалар жасап IT технология бойынша. Және де мен осы көбінесе біздің клиенттеріміз, яғни ол госмекемелерден шықты, және де жеке кәсіпкерлермен жұмыс жасадық. Біздегі осы Қазақстан нарығындағы брендовый компаниямен жұмыс жасадық. Қазір бизнестің барлығы онлайн форматта өтіп жатады негізі. Қазір мысалға мен оны бірге себеп мысал ретінде келтіріп кетсем, мысалы бізде соңғы бір проектте, яғни бізде Корей ұлттық өкілінен келді заказ. Яғни ол ең бірінші ресторандық бизнес ашты. Оның ешқандай басында ресторан бизнес болмаған. Біз соны осы IT технология арқылы біріктірдік және соған интернет-магазин жасап бердік. Яғни оның бірінші саудасын онлайн форматта сатып бердік. Одан кейін ол осы сол ақшаны жинаған маржадан ресторан бизнес ашып кетті негізі. IT технологияның негізі болашағы үлкен зор. Мысалы, біз қарап отырсам, мысалы, қазір жастарда көбінесе негізі бізде менталитет сәйкес келмейді. Мысалы, образованияда ата-анасы арқылы басқа мамандық таңдайды. Мысалға, қазір универ болсын, мысалы, колледж болсын, мысалы, примерно универді салыстыратын болсақ, нереальный ақша төлейді. Мысалы, ойланып қара, 4 жылда, мысалға, 400 мың теңгені есептейтін болсақ, 1 миллион 600 мың теңге төлейді негізі. Бұл нереальный бағада. Ал сен қара, мысалы, өзіне инвестиция құятын болсаң, мысалы, где-то 3 ай көлемінде, мысалы, IT технология арқылы курсқа жазылып, мысалға, 3 ай аяғында оқыды, фриланс заказ болып, мысалы, жұмыс істеп кетті, мысалы, сайт заказ алып, мысалы, бір заказ істе, нереальный қазір 200 мың, 250 мыңға шығуға болады негізі. Енді мен қазір ойлаймын, біздегі сол көбінесе ата-аналардың несі өзінің жаңағы отбасында өзінің балаға мүмкіндік бермеуі да негізі, өзім қарайтын болсам. Жалпы IT технологияның болашағы осы неде үлкен зор. Достар, біз Innova жобасының проектісіне келіп отырмыз. Бірлік Coworking бизнес центрге. Жалпы, ассаламалейкум, қалайсыздар? Міне сіздер ба? Ассаламалейкум, қалайсыз? Біз қазір Бірлік Coworking бизнес центрінің негізін қалаушы Ғани мырзамен, және де мен бизнес серіктесім Алмас. Жалпы біздің қазір жұмыстың барысын толығырақ таныстырып өтсең, Алмас, өзің? Біздің Innova проектісінің айналасында осы Ғанекеңмен бірге, Ғанекеңнің Бірлік Coworking центрімен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Біз бұл Coworking центрге келгенде жаңа технологиялар арқылы Ғанекеңнің проектісіне көмектесіп жатырық десек те болады. Ол қай жағынан енді ашып түсіндіретін болсам, ол біріншісі интернет-маркетинг жағынан біз әлеуметтік желіден осы Coworking центрдің рекламасын жүргізіп жатырмыз. Одан бөлек біз келгенге дейін Coworking центрде сайт конструкторда жасалған еді. Біз соны код арқылы сайтын жасап, жаңадан рекламамен бірге интеграция жасап жатырмыз, рекламамен. Енді бұның артықшылығы неде? Бұның артықшылығы
жаңағы әлеуметтік желіден келген реклама сайтқа өтіп, сайттан заявка арқылы облакаға, таблицаға түсетін болады. Және де сайт более продающий қылып жасап жатыр. Сонымен қатар сайтты біз код арқылы жасадық, жаңа алдында айтқандай. Енді жалпы менің пікірім осындай. Одан бөлек осы жұмыстың жалпы нәтижесін Ғанекеден сұрақ берсек болады. Осы жоба бойынша мен осы коворкинг орталығында жұмыс жүргізіп жатқан жігіттер бірге жұмыс жасап жатқалы бері бір айдан астам уақыт өтті. Соның өзінде бір кәдімгідей нәтижелер болып жатыр. Алдында сайт басқа платформа жасалған еді, бұл жігіттер қазір жаңа платформа жасап берді. Өте өтімді, өте жаңа сапалы екен. Одан да басқа интернеттің көптеген желілеріне қойып жұмысымыз жүріп жатыр, құдайға шүкір. Мынау заявкалар түсіп жатыр, заявкаларды қанша рәсімдеп жатырмыз. Сол. Так олай болса, достар, біз қазір онда осы Ғани мырзамен бірге сұхбат жүргізсек, менің бизнес серіктесім Алмас, сен жаңағы өзінің осы жерде таныстырып өтсең интерьерін кішігірім болса да. Сонымен достар, біз бірлік коворкинг центріндеміз. Қазір осы жердің администратормен бірге полный интерьер таныстыратын боламыз. Сонымен администратор жігіттің есімі Тима болады. Тима, қалайсың? Ассалаумалейкум, Алмас, қалай жайсың? Жақсы. Тима, сенің көмегің керек болып тұр қазір бізге. Без проблем. Осы коворкинг центрін таныстырып шығуымыз керек аудитория. Қандай проект, немен айналысады жалпы. Сонымен? Қандай объектілер бар жалпы бұның ішінде? Қандай кәсіппен айналысады? Кімдер отырады жалпы? Бірі робопарк деген резиденттеріміз. Оларды көріп кетейік, жаңа немен айналысатын жалпы. Олай болса ішке кірейік, таныстырайық. Ереке. Ассалаумалейкум. Қалайсыз? Алейкумассалам. Жалпы өзіңіздің, как говорится, насчет своей деятельности можете сказать пару слов? Менің есімім Сайдазенов Ерлан, мен робопарк оқу орталығының мұғалімі болып келем. Осы коворкинг центрде істеп жатқанымызға 2 айға жуық уақыт болып қалды. Мына жаққа қарайтын болсақ, бұл жерде видео 2 конструкторы. Бұл жерде бала жұмыс істеп жатыр. Роботын істеп болғаннан кейін өзінің суретін салады. Бұл бет, яғни Lego видео деп аталады. На бет Lego Junior. Бұл жерде уже более үлкендер жұмыс істейді. Жалпы сіздер қазір роботикспен бірге жұмыс істейсіздер ғой, қазақстандық жалпы. Қазір роботикс біздің Қазақстан Шымкенттегі филиал біз болып келеміз. Жарыстар ұйымдастырамыз, сол қазір роботикспен бірге бірлесіп, жарыстарға барамыз, путевкалар атамыз. Жалпы бірлікпен бірге жұмыс істеп жатқан өздеріңе ұнап жатыр ма, жалпы қалай болып жатыр? Өте ыңғайлы, қолайлы, орысша айтқанда комфортно, қаланың ортасында. Адам көп, клиент көп, жақсы. Жақсы, Ерлан, ондай болып мұса. Жақсы. Ары қарай жүрейік. Жақсы. Достар, сонымен кеттік, тағы да таныстыра береміз. Тима, тағы да қандай басқа жерлер бар осы коворкинг центрде? Негізі сендер бүгін сенбі күні келгендіктен онша көп резиденттер жоқ. Сонда да айтып кеткендей, резиденттер өте көп бізде, әртүрлі салада істейтін. Жаңа бізде маркетолог, таргетолог, SMM-шіктер отырады, біздегі авиагентстволар бар. Любой уақытта кеп, жаңағыдай Дубайға немесе өзінің турагентство билет сатып алуға болады. Жаңағыдай бізде тағы конференц-зал бар. Ол жерде 30 адамға жуық адамдар отырады. Ол жерде әртүрлі бизнес-тренинг, семинарлар өтеді. Соны көріп кетейік негізі. Жақсы, көрейік. Жалпы бұл бөлме немен, қандай оборудованиемен қамтылған, кәсіпкерлерге полный жағдай жасалған ба? Сен айтқандықтай полный жағдаймен жасалған. Бұл жерде жаңағы айтып кеткендей проектор бар, өзінің 30 адамға дейін стульчиктер бар отыратын, өзінің доскасы бар, флипчарты бар. Керек нәрсенің барлығы бар. Достар, естіп отырсыздар, жалпы егер сіз кәсіпкер болатын болсаңыз, тағы да мастер-класс секілді шаралар ұйымдастыратын болсаңыз, осы жерге келсеңіз болады. Барлық жағдай жасалған негізі. Ондай болатымызда дальше кеттік, тағы да не бар екенін көрейік Тимамен бірге. Так, мұнда Тима, мына жігіттер отыр ғой. Немен айналысып жатыр? Жалпы қандай салада жұмыс жасайды? SMM саласында жұмыс жасайды. Жаңағыдай Instagram желісінде жұмысты атқарады. Онлайн табыс ретінде жұмыс істейді. Жаңағы айтып кеткендей, бүгін бірақ енді Chocofood компаниясы бүгін жоқ.
өкінішке орай. Чокопитпен де партнерсыңдар, Иә, Чокофутпен де партнеріміз біз негізі. Жаңағыдай Flow Project тоже біздің партнеріміз. Олар да бүгін жоқ, негізі, өкінішке орай. Сосын мен естідім ғой, Аяз Шабудиновтың нелері бар, сендердің проектілердің. Иә, алдын Like Centerмен бірге партнерство болғанбыз енді. Олар өздерінің бизнес тренингтерін өткізген. Бірақ қазіргі уақытта жаңағы карантинный мера байланысты болмай жатыр. Жалпы алдағы уақытта негіз бар ғой да, сотрудничество. Одан кейін сұрақ, бұл жерде жалпы жұмыс істеуге барлық жағдай жасалған екен да. Сонымен қоса не жағынан ше? Питание жағынан деген секілді. Питание жағынан? Иә, бұл жерде енді өте орынды. 24/7 жұмыс істеуге болады деген. Бізде өзіміздің кухнямыз бар, лаунж зона. Соны көріп кетсек. Осы біздің кухнямыз. Жаңағыдай бұл өзінің холодильнигімен бар, микроволновкасы, кипятогымен бірге. В общем, приходи. Кофе бесплатно, да? Кофе, чай бесплатно, без ограничений. Без проблем, да? Да, вообще без проблем. Вот как раз таки здесь удобные диванчики у нас. Можно, в принципе, отдохнуть после такого тяжелого дня работы. Хочешь посмотреть телевизор? Без проблем. Также у нас имеется своя библиотека, в которой насчитывается, не знаю, больше 100 книг где-то, потому что я все еще не успел прочитать. Вот. Көріп отырсыздар ғой достар, барлық жағдай жасалған. Жұмыс істеймін дейсіз бе, интернет дейсіз бе, жаңағындай мастер-класс ұйымдастырамын дейсіз бе. Және де егер сіз күні бойы жұмыс жасайтын фрилансер немесе кәсіпкер болатын болсаңыз, тамақ ішіңізде болады осы жерде барлық жағдай жасалған. Саморазвитиеге де бұл жерде орын бар, мысалы кітаптарды қойып қойған. Осында жігіттер бірігіп жұмыс жасайды, бірігіп дамиды. Жалпы келсеңіздер, өкінбейсіздер. Осында бизнес орталықтың жаңағы қалай келдіңіз, осында бизнес қалай аштыңыз? Ассалаумағалейкум. Бұл бизнеске келген себебім жаңағы негізі 20 жылдай жұмыс істедім өкімет тарабына. Сол өкімет тарабынан кеткеннен кейін енді әр адамда бір жабылып жатқан бір потенциал болады ғой. Әр адамда бар потенциал. Жаңағы таланттар, ашылмай жатқан таланттар. Сол бір шетінен жаңағы бизнеске өтсем ба деген сондай ойлар мазалап қоймады. Соңғы кездер сол бизнесті зерттей бастағанда осы коворкинг деген бір еске түсіп, жаңағы коворкинг деген тақырыпты бір дамытайын деп, жаңағы именно осы коворкингтің темасын, жаңағы тақырыбын қарай бастадым. Жалпы осы не бірінші осы бизнесті ашқан кезде сіз негізі нарықты зерттеген бе едіңіз бізде? Иә, ол әрине ол онсыз болмайды ғой. Бұл нарықты зерттеп, именно осы коворкинг жағын зерттеген кезде бұл біздің қаламызда жаңадан инновационный тақырып десе де болады. Бұл тақырыпты зерттегелі менің көргенім, бұл тақырыптың келген жағы, шыққан жағы түбегейлі Америка, Европа жақтардан шыққан, сол елдерден. Қазір Ресейде де көп қалаларында дамыған. И бұлай қарап отырсаңыз, Қазақстанға осы негізі көп болған жоқ. Қазақстанға кіргеніне де бұл. Қазақстанда үлкен қалаларында бар, Астана, Нұр-Сұлтан қазіргі аты. Алматыда бар, көп дамыған. Енді Шымкентте де ашсам деген ой келіп туындады. Сонымен осы тақырыпты дамытайын деп бел будым осындай шешімге. Жалпы осы коворкингтің мақсаты, өзіңізді мысалға біз айтамыз ғой, мысалы әлемде мысалы компьютерді, мысалы компьютер еске түскен кезде, мысалы біз әлемде мысалы Microsoft компаниясы негізін қалаушы, қазіргі кезде екінші мультимиллионер, Bill Gates есімізге түседі ғой. Сол сияқты қазіргі таңда коворкингті айтқан кезде, мысалы осы Ғани мырза түседі маған есіме, мысалы қазіргі жастарда. Жалпы осы сіз ашқан кезде коворкинг мақсаты айтып өтсеңіз кішігірім. Мақсаты қандай, идеологиясы? Бұл коворкинг деген сөздің өзі ағылшын тілінен алғанда work деген work жұмыс, coworking деген ол бірігіп жұмыс істеу деген сөз. И қазақшаға неғылған кезде, аударған кезде
бірлесу, бірігу, бірлік. Негізі сол сөзге, сол сөздің түбіріне қарап, біздің де логотипті ойлап тапқанымыз сол сөздің түбіріне қарап ойлап таптық. Бірлік деген бірігіп бас қосу, орысша айтқанда единство, объединение деген сияқты. Сол мақсатта бірлік деп логотипті де атында сол бірлікке келістіріп қойдық. Мақсат осы жерде жас кәсіпкерлер, жас фрилансерлер, жаңадан бастап жатқан бизнесте жаңадан кіріп жатқан адамдарға, жас кәсіпкерлерге жеңілдік болсын деген. Бұл коворкинг деген жаңағы офистердің жаңағы альтернативный нелері ғой, жаңағы бағыттары. Жерде неғұрлым үлкен офистерға жаңағы 100 мыңнан жоғары жаңағы ақшалар төлегенше несиесін, жаңағы бағасын. Одан да осы коворкингке келіп жаңағы аз ақшамен осы жерде жалға алып жұмыс жасауға болады. Так, достар, бізде жалпы сұхбат берген коворкинг бизнес центрдің ең бірінші инновациялық жобалардың бірі осы Ғани мырзамен сұхбат болды. Жалпы осы сіздерге пайдалы болды деп ойлаймыз. Осы каналға жазуды ұмытпаңыздар. Төмендегі подробныйге жазып қойыңыздар. Жалпы Amazon, SpaceX секілді компанияларда алып қарайтын болсақ, олардың негізінде ғылым мен кәсіптің байланысы жатыр. Ал ғылым неғұрлым дамыған сайын осындай компаниялар бізде көбейетініне сенімдімін. Неге бізде осындай ғылым дамымаған деген сұрақ қойылу керек? Ондай компаниялар жоқ дегеннен бұрын, неге бізде ғылым дамымаған деген сұрақ қойылу керек? Неге дамымаған? Себебі бізде екі тараптан да негізгі қателіктер болып жатыр. Біріншіден адамдардың қызығушылығы төмен, екіншіден жалпы үкімет тарапынан осындай ғылым білімге деген қызығушылығын арттыратын шаралар өте төмен. Мысалы, Американы қарайтын болсаңыз, Discovery деген канал бар. Ол жалпы телевидение арқылы халықтың осы ғылым білімге деген қызығушылығын арттыратын каналдардың бірі болып табылады. Неге сондай каналдар бізде аз? Вот осы мәселе. Одан кейін осындай компанияларды ашуымыз үшін біз алдында айтқандай ғылым мен білімді, ғылым мен кәсіпті байланыстыруымыз керек. Жақсы сұрақ, өте дұрыс қойып жатсыз. Ғылыми бизнестің басқа бизнестердің артықшылығы неде? Өзіңіз қараңыз, мысалы, әлемдегі ең үлкен компания, ең бай кісі, ол Джефф Безос. Оның компаниясы Amazon. Amazon деген компанияның ішін ашып қарайтын болсақ, ол ғылым мен кәсіптің байланысынан тұрады. Мысалы, әлемді қарасаңыз, көптеген сауда площадкалары бар. Соның бәріне неге Amazon артық болып, ерекшеленіп, әлемдегі ең мықты компаниялардың бірі болып тұр? Себебі ода жаңа технология дамыған. Мысалы, Amazonның продукцияларын қарайтын болсаңыз, тіпті кәдімгі алатын тауарыңызды сіздің үйіңізге дейін дронмен жеткізіп беретін де функциялары бар. Мысалы, сондай технологияларды пайдалансақ, біз әлемдегі озық елдердің қатарына кіреміз. Ғылыми бизнесті дамыту үшін негізінде 4 нәрсе қажет. Біріншісі ол талантты адамдармен жұмыс жасай алуымыз қажет, яғни ғалымдармен. Екіншіден бізге инвестор мамандар қажет. Инвесторлар не үшін қажет? Себебі осындай талантты кісілердің жасаған проектілеріне олардың көбінесе қаражат жете бермейді реализация жасауға. Осы нәрсені шешу үшін инвесторлар қажет. Үшіншіден, жасалған продукцияны сату үшін клиенттер қажет. Яғни рынокқа өткізуіміз керек. Ал осы үш нәрсенің басын біріктіретін бағыт ол 4-ші бағыт. Яғни ол біздің осы жасап жатқан проектіміз осы 4-ші бағытқа сәйкес келеді. Бұл жасап жатқан проектіміз аты Innova Corporation, яғни Innova Corp. Бұл компанияның, корпорацияның негізгі бағыты ғалымдардың, инвесторлардың және клиенттердің басын қосып, үлкен Amazon, SpaceX секілді компанияға жасау. Достар, біз алдында бірлік коворкинг бизнес центр біздегі алдындағы проект болған болатын. Қазір біз Innova-ның 3D моделі бойынша бағытына келіп отырмыз. Яғни менің бизнес серіктесім Ерсұлтан.
жалпы сол Innova жобасының қазіргі 3D моделі бойынша бағытын өзіне айтып түсіндірсең жалпы жұмыстың барысын. Жалпы негізі Innova деген не екенін өздеріңіз түсінген шығарсыздар. Немен жұмыс істейді, қалай жұмыс істейді. Мынау тағы да бір кезекті проектіміз. Бұл жердің мынау оңтүстік қабылдау үй. Осы жердің біз 3D моделін жасап жатырмық. Не үшін жасап жатырмық деген сұрақ болады. Баяғыда бұл жерде тойхана болған. Қазір бұны карантиннің кесірінен мектепке ауыстырмақшы, мектеп қылып переоборудовать етпекші. Сол мақсатпен бұлардан сұраған 3D моделін сұрастырған екен. Соған байланысты бізге тапсырыс келді. Бізде негізі ол тапсырыс болғанда жалпы біз бизнес серіктес Қызылордада жігіттермен сөйлеп жатырмыз біз. Иә, Қызылордада бір жігіт бар. Сондай біздің серіктесіміз 3D модель жасайды. Немен Blender, SketchUp, басқа да әртүрлі 3D модельдің программаларымен жұмыс жасайды. Жалпы негізі түсіндіріп өтші, біздің оқырмандарға қызықты негізі 3D модель бойынша не соны кішкене форматын айтып жүрсең. 3D модель дегенде бізде нені сұрады? Бұл жерде бізде сұралған нәрсе ішінде бізден видео сұрады, презентация видео сұрады. Бұлай кіргеннен бастап ішіне дейін полностью, полный несін визуализациясын сұрады. HD текстураларымен бірге, әдем качествода, барлық отражениялармен бірге. Негізі қанша уақыт беріп отыр негізі бізге? Қанша уақыт дедлайн беріп отыр негізі? Бізге негізі бірінші тапсырысында 10 күн деді, одан кейін тағы да бір нәрселер қосатын болып шешті өздері. Біз 10 күннің ішінде бірінші сұраған нәрсесін тапсырдық, барлығын істеп бердік. Одан кейін келесі сұраныстарына бір апта уақыт бердік, сол енді құдай қаласа 2-3 күннің ішінде бітіп қалады. Короче, осы жерден басталады да ше. Мынаяқтан видео басталады, былай келеді жоғары қарай. Мынаның барлығы көрінеді. Мынаның барлығы көрінеді. Мынаның ішінде, короче, гүл бар ма, мыналар бар ма, барлығы не қылады, короче. Қолдан жасалу керек та ше осының барлығы. Одан кейін мына жерден көтеріледі. Потолок айтпақшы, потолок та бар, бұның барлығы істеледі да. Одан кейін мынақты гардероб бар. Бұлай айналып гардероб көрсетіледі. Сол жақсысында біз интерьерін негізі мектеп қыламыз, есік қыламыз. Мына жердің барлығы, короче, класс болады да ше. Осы жердің барлығы класс болады. Одан кейін мына жерден санузел ашылады. Бұлай қарай кесе көрсетсе мына жерлерді ішін көрсет та. Бұлай есікпен. Мына көріп тұрған шығарсыңдар, үстінде потолоктың барлығы, короче, қолдан жасалады да ше. Мынау екі жағынан стена түседі. 2 этажда класстар болады. Екі жақтан мына фонтан болады. Ана Назарбаевскийдің көргенсіздер ме, көрмегенсіздер ме? Назарбаев университетінің ішінде ортасында фонтан, мафтар болады. Былайша бір сөзбен айтқанда. Ар жақта эркердің ішінде не болады? Библиотека болады. Енді жалпы болашақта біздің выпустарымызды қарап отыратын болсаңыздар, көріп отыратын болсаңыздар, қандай жұмыс шығады, соңғы видео қалай болады, соның бәрін көресіздер. Біздің жалпы тек ол туралы емес, біздің неге жететініміз, қандай жұмыстар істейтініміз, қалай істейтініміз, қандай жетістіктерге жететінімізді барлығын көретін боласыздар. Ал жетістіктер бізде точно болады. Достар, каналға жазуды ұмытып кетпеңіздер. Негізі айтқанда қызықтырғанда ол жерде просто жастарда бір видение жоқ, болашақта қандай перспектива болады істеп жатқан нәрселерінің бір живой пример айтып кетейін видео саласына ше. Айсұлтан Сейітов деген жігіт бар, қазір режиссер болып жұмыс істеп жүр, Америкада жүр уже, рэперлерге клип түсіреді. Бізде Джахалип деген СНГ-да танылған рэперге Медина деген өлеңіне клип түсірген. Соның өзі, мысалы бізде өзімізден шыққан. Одан бөлек айтатын болсақ, Cinema 4D дейтін мысалға программа бар да, соны үйренсең, реклама саласына, киноның саласына, даже ойынның индустриясына да кіріп кетуге болады. Ол жерде ақша деген жетеді, кәдімгідей бар да ше. Менің айтарым, біз осындай адамдарды іздеп жүрміз. Бізде дәл қазір тек қана 3D моделирование, маркетинг и сайт разработка жасаймыз. Осындай салаларда жұмыс істеп жатырмық. Егер біз көріп отқан адамдарда жақсы бір сондай таланттар болса, Cinema 4D болсын, After Effects болсын, басқа да программаларды мықты білетін болса, бізге келіңіздер, барлығыңызды күтеміз.
Достар, осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Және де бізге өздеріңіз ойларыңыздың пікірлеріңізді қалдыратын болсаңыздар, комментарийға тастап кетсеңіздер болады. Біз міндетті түрде өзімізбен жұмыс жасайтын боламыз. Сонымен достар, біздің видеоларды алдағы уақытта жіберіп алмас үшін астында подписаться деген батырма бар. Соны бассаңыздар, жанынан қоңырауша шығады. Сол қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыздар. Ол нәрсе бізге өте үлкен мотивация береді. Осы видеоны соңына дейін көрген кісілерге, яғни оның кәсіпкерлік жағына қызығушылығы бар. Сондықтан осы видеоны өздеріңіздің туысқандарға, адамдарға таратсаңыздар болады. Жалпы қорытындылай келгенде, бұл видеоны өздеріңіздер түсіндіңіздер. Innova проекті деген бұл жастардың, жаңа білім ғылымға қызығатын жастардың басын біріктіру. Сол үшін достар, бізбен бірге үлкен проектілерді іске асырғыларыңыз келсе, осы бірлік коворкинг центріне келсеңіздер болады. Біз сіздерді күтетін боламыз.